Ассаламу алейкум, құрметті телевизор көруші достар, эфирде интервью плюс көрсетуі. Студиямыздың бүгінгі мейманы Қарақалпақстан Республикасы Әділдік Министрлігі Бозатау районы әділдік бөлімі басшылығы Казбек Полониясов. Казбек, студиямызға қош келіпсіз дейміз. Бәршенің хабары бар, өзі әр жылы Өзбекстан Республикасының ғаресіздігін белгілеу хақында алдын ала сол президентіміздің қарары шығады, таярлану хақында. Міне енді биылғы, яғни Өзбекстан Республикасының ғаресіздігінің 35 жылдығына таярлық көру мәселесінде қандай тапсырмалар, hamda qanday vazifalar belgilab berildi? Haqiqatында har жылғы Өзбекстан Республикасының мемлекеттік ғаресіздік байрамын белгілеу бойынша арнаулы қарарлармен шығады. Биылғы ғаресіздігіміздің 35 жылдығына айрықша таярлықтар көрілмекте. Бұның айқын дәлел сипатында құрметті президентіміздің 2026 жыл 1 апрель күні Өзбекстан Республикасы мемлекеттік ғаресіздігінің 35 жылдығын кеңінен белгілеуге таярлық көру һәм оны өткеру хақындағы 120 салы қарары қабыл етілді. Қарар 2026 жыл 3 апрель күні рәсми тәрізде күшке кірді. Енді осы қарарменен ең дәслеп осы ғаресіздік байрамының ең бас идеясы сипатында бір отан, бір халық болып, жаңа тұрмыс һәм жәмиет жаратамыз сүрені астында байрам ләжілерін өткеру. Қала берді сол жоғарыда атап өтілген қарарменен 5 баптан ібарат концепция, 31 бәндтен ібарат бағдарлама тасdiqlanды. Республика масштабындағы 44 лауазымлы жауапкерлік шақсылардан ібарат республика комиссиясы тасdiqlanды. Сол республика комиссиясының ағзасы сипатында мағлұматтарын атап өтуіміз керек. Өзбекстан Республикасының әділдік министрлігі кіртілген. Әр қайсында вазифалар жүктелген. Қарардың орындалуын тәмамдау мақсатында ең республика комиссиясының басшылығы сипатында Өзбекстан Республикасының бас министрі жауапкер етіп бекітілген. Республика комиссиясы басшылық етіп бекітілген. Міне енді бұл сол қарар талаптарына муафық 2026 жыл 1 август күнінен бастап әрбір тарауда әмелге асырылып отырған реформалар, олардың нәтижелері, еріскен жетістіктер сәулеленген ғаресіздік жеңісі арнаулы кітап альбом істеп шығару режелестірілген. 2026 жыл апрель айынан бастап, қазіргі үш айдан бастап социалдық тармақтарда мұстақылдық 35, қала бердім, УЗБ 35 хештеглері астында үгіт насихат акцияларын өткеруде шөлгемлестірілген. Қала бердім, сол қарар талаптарына муафық 2026 жыл апрель айынан бастап ғаресіздіктің 35 жылдық жылнамасы рубрикасы астында ғаресіздікке ерсімен дегенше басып өткен тарихи дәуірлер, қала бердім, тараулардағы өзгерістер, жаңаланулар, ұсылар сәулелендірілген хүжжетлі фильмлер, көрсетулер істеп шығу һәм ұсылардың телевидение арқылы жарытып баруда тапсырмалар берілген. Алдыңғы жылғы сол Өзбекстан Республикасының ғаресіздігіне таярлық көруден өзгешелігі, айырмашылығы жүдә үлкен екен. Енді расын айтқанда да еліміз сол жылдан жылға оңжыланып, әр түрлі реформалар әмелге асырылып жатыр да. Тек арғы себеплерден бірі ұсы болу керек, солай емес пе? Тура. Бұндан қосымша тәрізде тек қана еліміз бойлап бұл ғаресіздіктің 35 жылдығын белгілеместен ұсы қарарда ең атап өтілетін тарихы шетелдегі отағыласларының диаспорасы уәкілдеріне де жаңа Өзбекстан мақтанышым сүрені астында мәдени ләжілерді өткеруде ұсыларым сол қарарда айрықша атап өтілген. Тек қана бұл қарардың үш жүзінде қалып кетпесем, қарар шеңберінде байрам ләжілері қазірден апрель айынан басылап үгіт насихат акциялары, қала берді, кітап, альбом, басқа ләжілердің ғаммесі бұл апрель айынан октябрь айына жеген қарарда көрсетіліп отырды. Сол байрам ләжілерінің 35 жылдық мемлекетіміздің ғаресіздігін белгілеу бойынша ләжілер белгіленген. Осы байрам ләжінің ең милли байрағымыздың реңлері сәулеленген, құма құсы силуетімен үйлестірілген
35 санын тикары нышан сыпатында белгілеп алынды. Ең тикарына міне қарайсыздығымыздың 35 жылығын белгілеу қарсаңында тек қана мемлекеттік ұйымға шөлкемлерге тек жауапкер етіп қоймастан, міне жастарымызды осы ләжілерге міне белсене қатынасуын тәмінлеу. Міне оларға отан сүю, қала берді осы қарайсыздығымыздың кейінгі жастарымызға өз-өзінен кеп қалмағанын, міне қандай басқышлардан өткерлігін, одан бір қандай міне мемлекеттік қайраткер, сондай еліміздің осы қарайсыздыққа ерісуіндегі басып өткен тарихи басқышларын міне жастарымызға да осы байрам шеңберінде міне түсіндірген осы қарарды айрықша атап өтті. Демек, Қазбек, байрамға даярлық көру ғалабалық дәрежеде әмелге асырылатын екен. Енді міне әділдік министрлігіне де көп вазифалар жүктелді дедіңіз. Тикарынан әділдік министрлігінің атқаратын рөлі хақында айтып кетсеңіз. Өзбекстан Республикасы әділдік министрлігі комиссия құрамында бар. Ең тикарынан әділдік министрлігі осы ғаресіздік шеңберінде осы комиссия несінде біз үгіт насихат акцияларын сапалы, туры, низам талаптарына муафиқ біздер барлық қатылымларға міне социалдық тармақларда жарытып беру, қала бердім нұранилар, мемлекеттік имам шөлкемдер қала бердім жастар ортасында соларды толық үгіт насихат қылу. Біздер сол викториналар шөлкемдестіру, сол қарарда айтылып жатырды, ұлыма орта білім беру мектеплері, жоғары білімдендіру мекемелері оқушылардың арасында міне ғаресіздікке еріскеннен кейін әлбетте мемлекеттің нышаналары болады. Міне гимн айттыру, қала берді міне байрақтың суретін, гербтің суретлерін салу арқылы олардың әрбір реңдегі бір-бірінде болған тәкрарланбас мәнісілерінің білу арқылы оларды сот ләжілерде белсене қатынасып қала берді. Осы байрам ләж шеңберінде низамшылықты үгіт насихатлау, низамлардың мазмұн мәнісін халқымызға тура жеткеру вазифаларының бірі міне әділдік министрлігінің жауапкершілігіне жүктелген. Енді өзіңіз сол басшылық етіп отырған Бозотау районындағы әділдік бөлімінде істеніп отырған жұмыстар хақында сөйлессек. Бүгін күнде ең тикарына міне әділдік бөлімінің тикар іскерлігінен низам үстілігін тәмелеу, низам құқықты қолдау әмелияты, инсан құқықтарын қорғау қала берді. Міне низамшылықты үгіт насихатлау керектігін болса, енді кең тарау әмелге асырылып жатқан жұмыстарда ең ақырғы жаңаланулар, системамыздағы жаңаланулар бойынша айтып өтетін болсақ, 2024 жыл 24 майда құрметті президентіміздің әкімшілік реформалар шеңберінде әділдік ұйымдарға мекемелерінің жауапкершілігін және де асыру һәм ықшам басқару системасын қалыптастыру хақында 80-ші салы пәрманы қабыл етіліп еді. Осы пәрманменен көп вазифалар әділдік ұйымдарына қосымша вазифа сипатында белгілеп берілді. Осы пәрманнан келіп шығып халқымызға және бір қолайлық жаратылды. Бұл дегені әділдік ұйымдарына халқымыз тарапынан müracaat жолдау және де ықшамласты. Мәселен, алыс аймақтардағы келу имканияты жоқ бұқаралар бар болатын болса, емаса апуайы мәселеменен соны бір мәселемен келу уақытын тежеу мақсатында үйінде отырып телефон арқылы өзінің махаллесіне, хакім жәрдемшісіне, бұқаралар жиынының басылығына өзі бойынша шақсын тасдиқлаушы құжетін берместен тұрып, өзінің ауызекі müracaатын білдірсе, біздерге саллы махалле платформасы арқылы біздерге көріп шығылуы мәжбүри болған құй машқалаға müracaat сипатында келіп түсетін механизм жаратылды. Демек, ең шеткі, хаттегі ең алыс ауылдардағы бұқараларымыздың müracaатлері әтібарсыз қалмайды екен, солай ма? Әтібарсыз қалмайды. Енді Қазбек, және де бұқараларымыз қызықтырған сұраулардың бірі, müracaat етсек, маслихатлерді алу пұллы ма, яки бейпұл ма, міне, әмде қай жерлерге хабарласу керек, бұлар хақында да бір толық өзіңіз мағлұмат айтып кетсеңіз. Әділдік бөлімі системасына бұқараларға юридикалық шахслар келсе, әлбетте ол бейпұл болады, себебі ол ешқандай бір біз мемлекеттік ұйымбыз, физикалық һәм юридикалық шахслардың müracaатлары турасындағы низам талаптарына муафиқ әрбір бұқара һәм әрбір юридик шахстың уәкілі қалеген уақытында дегенде міне аптенің жұмыс күндері, жұмыс режимі уақытында сол өздерінің қалеген müracaатлары болса, міне сол уақыттың өзінде тек атына арза алып қалмай, емаса бір арза жазып келген бұқаралар бойынша да біз
оны тек қағазбаздылық қылмай, егер сол мәселесі бойынша, оның пікірі бойынша соны үйренілу керек, қосымша тексерілу керек деп жазған. Бұқараның пікірімен келген арзаным атына қағазбаздылық қылмай, сол уақыттың өзінде құй түсінік берілетін мәселе болса түсінік беріп жібереміз. Әділдік министрлік системасына, район қалалық әділдік бөлімдеріне аймақ тұрғылары müracaat етуде, сол аймақтағы бұқаралар жиынының басылығына, хакім жәрдемшісіне, махалле жетілігі деп атаймыз бұны. Сол махалле жетілігінің қайсы біріне телефон арқылы байланысу арқылы, үйінен турдан тұр телефон арқылы байланысып өздерінің müracaатын жолдаса, біздерге көріп шығуы мәжбүри болған құй машқала болып, салалы махалле платформасы арқылы бізге келіп түседі. Әзір есет өтеміз, студиямыздың бүгінгі мейманы Бозатау районы әділдік бөлімі басылығы Полониязов Казбек болды. Райондағы әмелге асырылып отырған жұмыслар һәмде құй мәслихатларменен бөлісті. Сіздерменен болса келесі көрсетулерді көріскенше аман болыңыз.